Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тахарат. Тахарат және тахараттың сырлары. Былайша айтқанда дәрет және дәретке қатысты болған мәселелер. Имам Ғазали рахимахулла Ихя Улумиддин кітабында адамның өміріне керек болған бүкіл мәселелерді қамтып айтады. Оның ішінде ақидада бар, оның ішінде фиқта бар, оның ішінде ақылақта, басқа да бүкіл нәрселер бар. Ақидадан болсын, фиқтан болсын, негізгі мәселелерді баян қылмайды, хикматтарды, себептерін баян қылатын болады. Ақидада да қысқа нұсқа адамға керек қажеттілік болған, қажерге жеген қажеттілік қанша керек еді, соларды баян қылды. Енді бүгіннен бастап фиқ, дәрет, намаз ары қарай жалғаса береді. Дәрет мәселесі, дәрет білесіздер, әрбір нәрсенің тазалау деп айтады. Дәреттің негізгі мағынасы ол тазалау. Адам баласы жұмаққа кіргенге дейін оған көптеген кедергі келтіретін нәрселер бар. Ең бірінші дәрет дегеннің мағынасы сол кедергілерді кетіру, зиян беретін нәрселерден тазарту. Адам менен жәннаттың ортасында адамның сол жәннатқа кіру үшін көптеген кедергі келтіретін лас жаман нәрселер бар. Амалдан болсын, заттан болсын, басқадан болсын, сөзден болсын, сенімнен болсын, сол нәрселерді тазарту. Ең бірінші тахараттың мағынасы. Табранидың риуаятында Айша анамыздан риуаят етілген хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтты: "Буният дину аля назафа." Дін тазалыққа құрылған. Дін тазалыққа құрылған. Көптеген хадистерді білесіздер. Дін деген ол таза деген. Кейбір хадистерде келеді: "Ат-тухуру шатрул иман", тазалық иманның жартысы деп келеді. Тазалық туралы дін исламда тазалық туралы айтылған хадистер өте көп. Былайша айтқанда иманның жартысы, жәннатқа кіруге себеп болады. Дін деген тазалық деген секілді тазалық деген сөздер хадисте өте көп келеді. Имам Ғазали рахимахулла сол таза немесе тазалық деген сөзді түсіндіріп жатыр. Және сол секілді пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Абу Дауудтың риуаятында Али радиллаху анхудан риуаят етілген және Тирмизиде келген хадисте Абу Дауд және Тирмизиде Али ибн Аби Талиб радиллаху анхудан риуаят етілген хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтты: "Мифтаху салати ат-тухур." Дәреттің ашқысы, дәреттің кілті, намаздың кілті ол тазалық деді. Намаздың кілті ол тазалық. Али радиллаху анхудан риуаят етілген хадис. Намаздың кілті ол дәрет. Және де сол секілді Алла Тағала Құран-и Каримде тазалықтар туралы көптеген аяттар айтқан. Соның бірінде Алла Тағала: "Фихи риджалу юхиббуна ай ятатаххару, Аллаху юхиббул муттахирин." Ал сондай бір адамдар бар, олар таза жүргендерін жақсы көреді. Және Алла Тағала да таза жүргендерді жақсы көреді. Егер сіз өзіңізді таза жүргенді жақсы көрсеңіз, Алла Тағала да сізді жақсы көретін болады. Бірақ сол таза деген сөзді қазір имам Ғазали рахимахулла түсіндіріп жатыр. Түсіндіреді. Таза дегенде бірден біз жаңағы денедегі кірден, ластан, шаңнан деп түсінеміз. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам ат-тухуру нисфул иман, тазалық иманның жартысы деп те айтқан. Муслимнің риуаятында келген және Ибн Хиббаннан келген хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам иманның жартысы ол тазалық деді. Тазалық деген сөз былайша айтқанда хадистерде келіп жатыр: иманның жартысы тазалық. Иманның жартысы тазалық.
иман кәміл болу үшін білесіздер қандай еңбек қылу керек, қанша тер төгу керек. Енді бір адамның киімі тап-таза болса, және ол барып әжетханаға барып дәрет алса, оның иманы жарты болып қала ма? Біз иманымызды шанның тозаңшалықтай болсын иманды алу үшін қанша деген тер төгеміз. Хадисте бір адамның иманы кәміл, мысалы 100% иман дейтін болсақ, соның жартысы тазалықта деп тұрса, мысалы бір адам тап-таза жүр, үсті басы бәрі таза, және ол дәрет алды. Дым істеген жоқ, не сенімнен ештеңе сенген жоқ, не амалдан бір жартып бір ештеңе қылған жоқ, не басқа да қылған жоқ. Барып әжетханаға барып беті қолын жуды. Сонымен не? Иманы жарты болып қала ма оны? Былайша айтқанда, сол жарты иманға жетудің өзі қанша бақыт. Иман кәміл болуды Алла нәсіп етсін, бірақ біз жарты иманның жартысына да жете алмай жүрміз ғой. Өмір бақи намаз оқысақ та, өмір бақи өлгенге дейін тер төгіп жүрсек те, жоқ дегенде иманымыздың жарты дәрежесіне жетсек те соған шүкір дейміз. Сахабалар, әлбетте олар кәміл дәрежеде болған. Біз олардай бола алмаймыз, жоқ дегенде соларға ұқсап жартысына жетуіміз керек. Сахабалардың иманның жартысына жету керек. Енді хадисте айтып жатыр, тазалық иманның жартысы деген. Соны тап-таза жүрсе, иманың соншалық көп болып қалады. Былайша айтқанда, жарты дәрежеге көтеріліп кетеді деген сөз. Жоқ, олай емес. Олай емес. Ислам діні тазалықтан тұрады дейді. Сонда мұсылман емес кәпір мүшриктер тап-таза жүреді. Оларда исламның иі де жоқ, діннің дісі де жоқ. Олардың имандары қандай болды? Сонда бізден көп пе? Мысалы, кейбір адамдар бар, кейбір мұсылмандар бар. Мұсылмандар емес, сахабалар деп айтайық. Сондай сахабалар болды, үстерінде киімдері таза болмайды. Тек қана бірақ қана киімі болды. Оны жуайын десе, жамағатқа, мешітке келе алмайтын болды. Жамағатқа, мешітке пайғамбардың сұхбатынан мен құр қалып қаламын деп, сол бар киімін бір киім болса да киіп жүре берді. Тек таң намазда немесе тағы сондай бір арасында киімді жуып, сол намаздарға көрінбей қалған уақыттар болды. Ал енді айтыңыз, сол сахабалардың иманы сонда жарты ма, әлде жартыдан аз ба? Жоқ. Алла Тағала Құран-ы Кәрімде ол кісілерді жұмақи деді, жәннати деді. Имандары кәміл болған үшін. Сол үшін біз тазалық деген сөзді мына бізге көзімізге көрінген жылтыр болған тазалықты түсінбейміз. Және олай түсіну де қате болып есептеледі. Сумен жуу немесе киіміңіздің, денеңіздің тап-таза болуы, шаң тозаңнан таза болуы. Ол таза болған жақсы. Бірақ шариғатта ол мақсат емес. Хадисте айтылып жатқанда ол нәрсені емес. Құранда айтылып жатқан аяттар да ол туралы айтылып жатқан жоқ. Себебі сахабалар болды, киімдері соншалық кір болды, басқа болды. Бірақ олардың имандары төмен деп ешкім айта алмайды. Сол үшін тазалық болған жақсы, бірақ тазалықтың негізгісі ол емес. Ғалымдар тазалық деген сөзді 4 дәрежеге бөлген. Тазалық деген 4-еу болады деді. Тазалықтың бірінші дәрежесі татхиру захир анил ахдас. Бірінші татхиру захир анил ахдас ва анил ахбас вал фудалат. Тазалықтың бірінші түрі дәретсіздіктен таза болу және денедегі нәжастықтан таза болу. Бірінші мағынасы бұл. Нәжас екіге бөлінеді. Хукми нәжас, хақиқи нәжас. Хақиқи нәжас деген қазір көзіңізге көрінген. Көзіңізге көрініп тұр. Қан, ірің, кіші дәрет, үлкен дәрет, көзіңізге көрініп тұр бұлар. Бұл хақиқи нәжас деп аталады. Хукми нәжастар бар, көзге көрінбейді. Үкімі ғана нәжас. Ол дәретсіздік, ғұсылсыздық. Сіз ғұсылың жоқсыз ба, сіз нәжассыз. Дәретіңіз жоқ па, сіз де нәжассыз. Хақиқи нәжас емессіз, хукми нәжассыз, хукм жақтан. Сол үшін таза емессіз, нәжассыз. Сол үшін намаз оқуға болмайды, мешітке кіруге болмайды, Құран ұстауға болмайды, Құран оқуға болмайды. Денеңіз таза бола берсін, бірақ сізді шариғат хукми түрде нәжассың деп тұр.
Онсыз да нәжастан жаралған жоқсың ба? Иә. Сол үшін әрдайым жақсы амалға жуынып тазарып тұрамыз. Себебі негізіміз нәжас. Бұл бірінші дәрежесі. Дәреттің екінші түрі бар. Дәреттің екінші түрі татхирул жауарих анил жараим уал асам. Адам өз денесін күнәлардан тазарту. Қолдың күнәсі бар, көздің күнәсі бар, аяқтың күнәсі бар, қолдың күнәсі бар, мұрын, көз, тіл, құлақ, бүкіл ми, әрбір қанша денеңізде ағза болса, әрбірінің қылатын күнәлары болады. Тазалық деген сол денеңіздегі ағзаларыңыздың күнәдан таза болуы. Күнәдан таза болу. Екіншісі. Үшіншісі, дәреттің тазалық деген, дәрет деген сөздің үшінші дәрежесі тадхирул қалб анил ахлақил мазмумати. Жүрегіңізді жаман ақылақтардан тазарту. Жүрегіңізді кірлерден тазарту. Жүрегіңізде сіз намаз оқисыз, мұсылмансыз, басқа қажыға да барып келдіңіз, зекет те бересіз, оразада ұстайсыз, бірақ ақылақ нашар. Ақылақ нашар. Жүрегіңіз кір деген сөз ол. Егер бір адам түрі, сипаты әдемі бола берсін, сақалы болсын, басқа болсын, киімі жақсы болсын, бірақ ақылағы нашар болса, ол адамның жүрегі лас. Ол адамның жүрегі кір. Ол адамның жүрегі лас. Ол адамның жүрегі кір. Тазалық немесе дәрет алу деген үшінші дәрежесі жүректегі кір мен ластардан тазарту. Төртіншісі тадхиру сирри амма сиваллахи та'ала. Адам баласы өзінің ішкі дүниесін Алладан басқа нәрседен тазарту. Адамның ішкі дүниесі тек қана Алла болу керек. Адамның ішкі дүниесі, сыры Алладан басқа нәрселерден таза болу. Адамның ішкі дүниесі Алладан басқа нәрселерден таза болу. Міне, осы тазалық пайғамбарлардың дәреті. Тахаратул анбия, пайғамбарлардың тахараттары, пайғамбарлардың дәреттері міне осы деп айтады. Осы төрт нәрсе бар болса, сол кезде иманыңыз жарты сіздің. Сол кезде ислам осы тазалыққа құрылған деп айта аласыз. Бір адамның ақылағы нашар, күнә іс қылып жүр, харам іс қылып жүр, 24 сағат харам күнә іс қылады да барып әжетханаға барып дәрет ала салса, ол адам иманы сондай жартыланып қалды ма? Соншалық көбейіп кетті ме иманы өзімен өзі? Жоқ. Немесе киімі тап-таза, денесі тап-таза болып жүр, әжетханаға барды бір дәрет ала салды, немесе ғұсыл ала салды. Болды, оның иманы аспанға ұшып кетті ме? Жоқ. Мына осы төрт нәрсе табылатын болса, сол кезде адамның иманы исламның жартысын осы тазалықпен жетті деп айтуға болады. Осы дәретті, осы төрт нәрсеменен дәрет деген сөзді түсінеміз. Әлбетте біз тікелей сөздік мағынасы дәреттің, дәрет деген сөздің, тахарат деген, дәрет деген сөздің сөздік мағынасы словар аударғанда қазақшаға кәдімгідей беті қолыңызды жуу, төрт парызы бар, сүннеттері бар, білесіздер ғой, намаздан алдын алатын дәрет. Ол тілдік мағынасы, ол жай тілдік мағынасы, тазарған. Бет қолын жуасың, аяғын жуасың, басыңа мәс тартасың, қолын жуасың, аузын шаясың, мұрын шаясың. Кейбіреулер сол тілдік мағынасына дұрыс түсінбей жүр ғой. Жуатын жерлерде жу. Сөздік словардағы мағынасын түсінбей жүр кейбіреулер. Аяқтарын жумай, бұрышты. Сол үшін тазалық деген сол осы төрт нәрседен құрылған. Тазалық деген осы төрт нәрседен құралғанды тазалық дейді. Міне осы пайғамбарлардың дәреттері, пайғамбарлардың тазалықтары, сиддиқтардың тазалықтарын осы. Егер осы төрт нәрсе болатын болса, сол кезде сіз айта аласыз: ат-тухуру шатрул иман. Тазалық, дәрет иманның жартысы. Ислам діні тазалыққа құрылған деп осы төрт нәрсе бар кезде ғана айта аласыз. Бар нәрсеге айта аласыз. Сол үшін дәрет деген сөздің негізгісі осында жатыр. Пайғамбарлардың, сахабалардың дәреттері осындайтын. Олар намаздан алдында дәрет алатын, және жүректерінде дәрет алатын, денелерінде де күнәлерден дәрет алатын, және нәжастықтардан тазаланатын. Бүкіл тазалық дегеннің қанша мағынасы, дәрежесі бар болатын болса, соның бәрін тазаланатын, намазға
кіретін намаздан рахат алады. Бүгінгі күні жүрегіміз кір, денеміз кір, амалымыз кір, ақыламыз кір. Қолыңыз бен бетіңізді жуып қойып намаз оқысаңыз, сіз ешқашан рахат алмайсыз намаздан. Көзіңізден ешқашан жас шықпайды. Көзіңізден ешқашан жас шықпайды. Құран оқылған кезде жүрегіңіз дірілдемейді ешқашан. Қашанға дейін осы 4 нәрседен тазаланбайынша. Сол үшін Абу Бакр радиаллаху анхуды Айша анамыз пайғамбарымызға айтатын: "Я Расулалла, мен әкемді имамшылыққа шығармай қойыңызшы" дейтін. Неге десе, себебі ол кісі шығады да соңына дейін оқи алмай, әрбір аятта жылай береді. Артында ұйып тұрған адамдар да дұрыстап бір соңына дейін бір Құранды басынан аяғына дейін тыңдап шыға алмайды. Әрбір аят сайын жылай береді деді. Пайғамбарымыз ауырып қалған кезде, пайғамбарымыз бір үзір болып қалған кезде, пайғамбарымыз Абу Бакр радиаллаху анхуға шығуға бұйыратын. Сол кезде Айша анамыз айтатын: "Ей Расулалла, әкемді шығармай қойыңызшы. Ол кісі әрбір аятта өзін ұстай алмайды" дейді. Неге? Жүректер таза, денелер таза, ақылақтары таза. Бүкіл нәрселер, ішкі дүниелері таза. Барлық нәрселері таза болғандықтан олардың әрбір аятта тоқтауы, ойланулары, көзден Алла дегенде жас шығулары, денелері харам күнә істерден өзімен өзі алыс болуы осы тазалықтан болады. Таң намазға көп адамдар тұра алмай қалады. Неге? Көздің күнәсі, құлақтың күнәсі, тілдің күнәсі көп болып кетсе, оның барлығы ауыр жүк болады. Таңертең басын көтере алмайды. Сол күнәлар оны төмен басып тұрады. Егер сіздің дәрет алып жүрген болсаңыз, мына 5 уақыттағы дәрет сайын, 5 уақыт сайын дәрет алғанда жүрегіңіз барлығы дәрет алса, ағзаңыз күнәдан, харамнан, бүкіл нәрседен дәрет алып тұрса, адам, мұсылман адам будильник қоймаса да, оның денесі өзімен өзі тұрып кетеді автоматты түрде. 20 жыл намаз оқып жүрген адам, ол ұйықтап қалуы мүмкін емес ол. Оның ағзасы автоматты түрде оны етереді сол намазға. Оны оятады. Себебі ол түнде жатқан кезде таң намазға тұру керек деп, басындағы миында сол нәрсесін әзірлеп қояды. Ол оятады ол нәрсе. Бірақ бүгінгі күні көп адамдарды оятпайды. Неге? Себебі күнәдан көзімізді аша алмаймыз, тілімізді. Сол үшін күнә көп болған себептен таң намазға тұру қиын болады. Адамның жүрегінде, ішкі дүниесінде Алла ғана болу керек, Алладан басқа нәрселер болмай қойды. Адамның ішінде не нәрсе бар? Мақтаншылық, тәкаппарлық, менменсіну, басқаларын төмен сезу, осы нәрселер бар. Енді адамның ішіне осы нәрселер болу керек, немесе Алла болу керек. Осы екеуін біреу болу керек. Екеуі бір жерде топтай алмайды. Алла Тағала Құранда: "Ма жа'алаллаху лирожулин мин қалбайни фи жауфихи". Алла Тағала бір адамның ішінде екі жүрекке орын берген емес. Былайша айтқанда, ішкі жан дүниеңізде Алла ғана болады. Егер адамның ішкі жан дүниесінде Алла болса, тілі де Алла дейді, көзі де Алла дейді, құлағы да Алла дейді, бүкіл ағзасы Алла дейді, тек қана жақсы амалдар шығатын болады бүкіл нәрсесін. Немесе кір, лас нәрсе болады. Тәкаппарлық, менменсіздік, мақтаншылық, көп сөйлеу, басқалардың өзінен төмен сезу, тағы басқа жаман нәрселер. Өз-өзіне таңғалу, өз-өзін ұнату, жақсы көру деген секілді. Сол үшін осы нәрселерден тазаланбайынша сіз толық тахара деген сөзді, немесе исламның жартысы осы тазалық деген сөзге де амал қылған болып есептелмейсіз. Исламның жартысы деген ол осы 4 нәрсені айтады. Исламның жартысы 4 нәрсе деп айтады. Мысал түрде айтайық, Умар радиаллаху анху өзінің мәртебесі жоғары болса да, сондай 40-50 мемлекетті басқарған басшы болса да, ол кісі дәрет алған кезде қарапайым адамдар арықтан дәрет алған жерден барып дәрет алатын еді. Ол жерге насранилар да келетін, дінсіздер де, әхлі кітаптар да келетін, арық ағып тұратын, сол жерге барып Умар радиаллаху дәрет алады. 40 мемлекеттің президенті көшеде ағып жатқан бір сайдан барып дәрет алады. 40 мемлекеттің президенті сай ағып жатқан, көшеде бір ағып жатқан бір сайдан барып дәрет алған. Неге? Не нәрсе жіберді ол кісіні?
жүрегі, денесі, ойы, тілі, бүкіл нәрсе ол кісіде тахарат болды. Тек намаздан алдын қолына, бетіне, 4 ағзасына су тигізіп қою керек болды. Ал бұл ешқандай қиыншылыққа соқпайды ол кісі үшін. Және де сол секілді Умар радиаллаху анхудың көшеде жаяу халиф болып тұрған кезде жалаң аяқ көшеде жүргенін сахабалар көрген. Мешіттерде мынандай нәрселер төселген емес. Мешіт деген қорғау болатын, мына жарлардың қорғау жанында осы 4 қабырға болады. Мешітке кіреді. Мешіттің сыртында жер қандай болса, мешіттің ішінде де жер сондай. Сахабалар соған отыратын, басқа қылатын. Ол кезде де бай сахабалар болды. Ол кезде де үлкен сахабалар болды. Бірақ пайғамбар және сахабалар ол нәрсені қаламады. Мешіттің сыртындағы жер қандай болса, мешіттің ішінде де жер сондай болғанын қалады. Сахабалар үлкен болған сахабалар пайғамбардың өзі сол жерге отыратын. Тек пайғамбар оқитын жерге ғана төсеміш бар еді, төселетін жайнамаз секілді. Ал сахабалар астарына бір нәрсенен төселгенді ұнатпайтын еді. Және сахабалар әдейі мешітке кіре берістерде шетте сондай астында ештеңе жоқ жерлерде таңдап тұрып сол жерде бар намаз оқитын. Сахабалар айтады, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бұл дүниені өткеннен кейін алғашқы бидағат мына нәрселер болды дейді. Бірінші, тәтті, былайша айтқанда, орысша айтқанда сахар дейміз ғой, тәтті нәрсе. Ең бірінші пайда болған бидағаттар. Пайғамбар, сахабалар сондай, білесіздер, рахаттанып тамақ жемеген. Одан кейін пайда болған бидағат ол үстелдер. Тамақтарды үстелде ішу. Одан кейін үшінші тою, қарын тою. Ең бірінші пайда болған бидағат. Одан кейін басталды, содан жалғасып келе жатқан бидағат. Әлі күннен күнге жаңа нәрселер шығып жатыр. Бір сахаба, бір болсын үстелде тамақ ішіп көрген емес. Тек Умар радиаллаху анху және Али радиаллаху анхудың бір басқа елге, басқа мұсылман емес мемлекетке барған кезде үстелде отырғандығы туралы риуаяттар келеді. Бір сахабада үстелде отырмаған, барлығы жерде тамақ ішу сүннет. Одан кейін қарын тою, ол пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам өткеннен кейін пайда болған бидағат. Пайғамбар өткеннен кейін пайда болған бидағат. Намазды оқыған кезде аяқ киімді шешу мәселесі бар. Және аяқ киімді киіп тұрып намаз оқу мәселесі бар. Әсіресе бұл мәселе жаназа намазында көп қарастырылған. Енді ол иншалла басқа мешіттерде фиқ кітаптары, сабақтары болып отыр. Сол жерде кеңірек ол мәселені оқып жүрсіздер, білесіздер. Сахабалардың пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламды бір намазға тұрған кезде аяқ киімін шешкендігі туралы шешкендің сахабалар көреді. Сол кезде сахабалар, пайғамбарымыз шешіп намаз оқып жатқан кезде сахабалар да барлығы аяқ киімдерін шешеді. Олардың аяқ киімі, білесіздер, біздің тілмен айтқанда шүлік секілді нәрсе болған. Сол нәрсені шешіп намаз оқыды. Сахабалар да шешіп жатты. Намаз оқып болғаннан кейін пайғамбарымыз сұрады, сендер аяқ киімдеріңді, яғни шүлікпелерін неге шештіңдер дегенде, сіз шешкеніңіз үшін біз де шештік деп айтты. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтты, маған намаздан алдын Жибрил алейхиссалам келді де, аяқ киіміңізде бір нәжас бар екендігімді хабар берді, сол үшін шешкізді деді. Егер сендердің біреулердің аяқтарында нәжас болмаса, онда сол аяқ киіммен оқуға болады. Бұл далада айтылып отқан мәселе, мешітте емес. Мешітке аяқ киіммен кіріп кетіп намаз оқып жүрмеңіздер, ол сүннет емес. Айдалада сапарда жүрген кездегі айтылып отқан мәселе. Кейбір сахабалар аяқ киімдерін шешіп, намаз оқитын жерінен алысырақ қоятын, көшеде бір жерде оққан кезде. Бір мұқтаж адам келіп алып кетсе екен, мен аяқ киімсіз жалаң аяқ арғай кете берсем екен деген ниетте аяқ киімдерін алысырақ қойып қоятын. Мұқтаж адамдар келіп, егер намаз оқытқан адам қасында тұрса, ол білет, осы намаз оқытқан адамдікі екен. Ал егер айдалада тұратын болса, айналасында есі жоқ болатын болса, сахабалардың әдеттері сол еді. Мұқтаж адамдар да білетін. Олар сол аяқ киімді алып кете беретін. Сахабалар әдейі алысырақ қояды. Және аяқ киімді шешкен кезде сол жаққа қою
ол сүннет. Хадистерде келеді, ол фиқ кітаптарда оқимыз, иншалла, аяқ киімді шеккенде сол жаққа қою. Ал жаққа қоя алмайсың, қыбла, намаз оқыған кезде оң жаққа қою, оң жақтың құрметі, сол жаққа қоясыз. Айдалада жайнама жазып, жайып, намаз оқып жатсаңыз, аяқ киімді шешіп, сол жаққа қою, немесе артқа қою. Енді кейбір адамдар артқа қоятын болса, намазда аяқ киім не болды екен деп, намазды ойлап тұруы мүмкін. Сол үшін сол жаққа қойып қойыңыз, қырыңызбен қарап тұратындай. Бір адам өзінің аяқ киімін ойлап, бүкіл намазы аяқ киім болады. Енді арзан болатын болса, ол қоя беруі мүмкін енді. Сол үшін сол жаққа қою туралы хадистер келеді. Иншалла, оны фиқ кітаптарда оқитын боламыз. Сол үшін бұл діннің, ислам діннің құрылуы осы тазалық дегенде осы нәрсеге. Сахабалар тамақ ішіп болғаннан кейін қолдарын сүрту үшін ештеңе таппаса, қолдарын бір-біріне және аяқтарына сүртетін еді. Адамның ішінде кір бар, лас бар, үжіп, таңғалы өзіне. Менде осындаймын ба? Менде осылай қыла аламын екен ғой? Менде осындаймын екен деп таңғалу кір. Жахил, ақмақтық, надан болу, ол да кір адамның ішінде. Рия, нифақ, 200-дік, бұлардың барлығы адамның ішінде кірлер. Осы кірлерді кетіретін ең бірінші, былайша айтқанда сабын болған нәрсе, ол кішіпейілдік. Осы нәрселерден тазаланбайынша сырты бүтін, іші түтін деген нәрсе осыған айтылады. Арабтарда да мақал бар: «Ал-батину харабун машхухун бил хабайс». Іші сырты бүтін, іші түтін деген арабтарда да ондай мақал бар. Және де кейбір адамдар өздерінің іштеріндегі кір лас болған нәрсеге де таңғалмайды. Адамның ішінде кір лас болса, ол бір адам лас адам болып есептеледі. Білесіздер, жаман сөз сөйлейді, ол адам күнә қылады, біреулерге зиян береді, сондай бір, ол адам лас адам. Одан да жаман адамдар бар. Олар өздерінің іштеріндегі ластыққа таңғалмай желкенбесе, олардан да жаман адамдар. Мысалы, әр адам біледі, менің әдебім жаман, мен жаман сөйлеймін, кейде аузымнан жаман сөздер шығып кетеді, мен білемін, мен осылай қылмай қойын, немесе бармай қойын, мен сөйлемей қойын дейді. Ол адам лас, ол жақсы өзін мойындап тұрған. Енді бір адамдар бар, олардан да лас адам, олардан да жаман. Ол адамдар өздерінің ішіндегі кір ластарын біле тұра, ол нәрсеге таңғалмайды. Мен ішінде осындай жамандар бар, деп өзін ол нәрсеге ой жүгіртпейді. Бар, не болды? Кажінде де болады ғой, біз сондай адамымыз ғой, деп өзін ақтаған адамдар іші лас адамдардан да лас адам болып есептеледі. Сол үшін дін исламның тазалығы осы негіздерге құрылған. Кейбір адамдар тазалық деген кезде сыртқы бейнені ғана түсінеді. Кейбір уақытта кейбір сахабалардың, кейбір ғұламалардың шаштары тақыр болуының себебі де осында болды. Шашты өсіруде сүннет. Бірақ сүннет болғаннан кейін оны таза ұстап жүру, оны қарап, майлау, оны тарау, жуу мәселесі. Ал ғұламалардың, сахабалардың іліммен әлек болғандығы, діни мәселелермен әлек болып жүріп, ол нәрселерге уақыт таппағандықтан, олар шаштарын алып тастап, сол нәрсеге уақыт беруге таппағандықтан шаштарын алып тастаған себебі сол. Медреселерде де шаш алудың, тақырлаудың негіздері де сол. Егер қайсы бір адамның уақыты ол нәрсеге бар болатын болса, әрбір тазалық Алланы зікір қылады. Былайша айтқанда, әрбір тазалық, жаңа жоғарыда айтқан 4 дәреже болатын болса, әр қайсысын сіз тазалаған сайын Алланы еске аласыз. Қарапайым, сіз намаздан алдын дәрет жаңартасыз ғой, дәретіңіз бары болып тұрып, жаңартасыз. Сол кезде бисмилла айтасыз, ішіңізден болғаннан кейін дәреттің дұғасын айтасыз. Әрбір тазалық Алланы еске алдыртады. Сол үшін әрбір тазалық әрдайым болып тұру керек. Сыртқы бейне Алла Тағала 5 рет тазартып тұр бізде, тазартуға бұйырып тұр. Енді онсыз да тазартасыз. Енді сол секілді 5 рет сіз жүрегіңізді тазалаңыз. 5 рет сіз денеңізде күнәлардан тазарттыңыз. Әрбір тазалық Алланы еске алдыртып тұрады. Егер бір адамның уақыты бар болатын болса, исраф болмайтын болса, ол адам үшін дәретті жаңалай беру жақсы сауап болады. Егер Алла
үшін деп ниет қылған болса, Алла үшін деп ниет қылған болса